Мен жай ғана тыныш отырып тамақтанғым келген еді. Бірақ мектептегі бұзақы келіп, тамағымды басыма төгіп жіберді. Өтіп бара жатқан мұғалімнен көмек сұрағым келді. Алайда ол бұзақыға қарсы шығуға батпады. Жай ғана тамақты ысырап етті деп қоя салды. Мен енді бұзақының қорлығына шыдағым келмеді. Үйге келген соң тығып қойған тапаншамды алып сөмкеме салып қойдым. Келесі күні шығып бара жатқанымда анам сүйікті тағамымды жасап қойғанын, кешке ертерек келуімді айтты. Мен бүгін не болатынын алдын ала ойлап қойған едім. Сондықтан қайта оралып анамды құшақтап алдым. Мектепке келе сала сөмкемді үнсіз аштым. Дәл сол сәтте бір оқушы тәрбиешінің мені іздеп жүргенін айтты. Бірнеше секунд ойланып тұрып баруды шештім. Қайтып келе жатып көрші сыныптың қасынан өттім. Менің ең жақын досымды да басқалар қорлап жатыр екен. Ол да дәл менің ауыртпалығымды сезініп жатты. Әлі де күмәнданып тұрған мен досымның соққы жеп, басын қолмен жауып жылап отырғанын көріп шешім қабылдадым. Мектептегі барлық бұзақыларды жоямын. Алайда сыныпқа жүгіріп келіп сөмкені алғанымда оның жеңілдеп кеткенін сездім де ашып қарасам қару жоқ болып шықты. Сол сәтте бұзақы тапаншаны қолына ұстап кірді. Барлығы оны ойыншық деп ойлап қорықпады. Шындықты білетін тек мен ғана едім. Мен шегініп үрейлене отырып, одан шүріппені баспауын өтіндім. Сол сәтте оқ дауысы естілді. Бұзақы сілейіп қалды. Атқан ол емес еді. Дыбыс басқа жақтан шықты. Ол да қолындағы қаруды тексеріп көрмек болды. Сыртта оқушылар жан-жаққа қашып жатты. Сөйтсе, көрші сыныптағы босым әрекетке көшкен екен. Ол күнде өзін қорлайтын сыныптасына баяу жақындады. Әлгі бала тізерлеп, тоқтаусыз кешірім сұрауда. Бірақ досым кідірместен шүріппені басып қалды. Бұдан кейін ол мүлде өзін өзі ұстай алмай, айналасындағы оқушыларға бей-берекет оқ жаудыра бастады. Өйткені оны күн сайын қорлаған кезде ешқашан ешкім араша түспеген еді. Барлығы жан сауғалап қашуда. Тек мен ғана орнында тұрдым. Босым мені көріп баяу жақындады да, ешкім қашып кетпес үшін мектептің қақпасын іштен құлттап, барлық кілттерді сындырып тастағанын айтты. Сөйтіп сөзін аяқтай сала қолыма бір қару ұстатты.